Сәлеметсіздер ме, ас үйдің ханшайымдары? Біз бүгін буханка, яғни 4 бұрыш кирпич нанын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге апара ашытқы 150 грамм, ұн 300 грамм, суық су кранынан 200 грамм және тұз 10 грамм керек. Ең алдымен ашытқыға 200 грамм салқын суды құямыз да қасықпен жақсылап араластыратын боламыз. Суды мен краннан алдым, ал сіздер фильтрдан алсаңыздар да болады. Бөлме температурасында тұрған суды пайдалана берсеңіздер де болады. Ол өздеріңіздің еркілеріңізде. Ашытқы мен су жақсылап араласып, біркелкі масса болғанда үстіне тұз саламыз. Тұз ерігенше араластыратын боламыз. Тұзымыз тез еріп кетеді. Оның артынан ұнымызды салатын боламыз. Ұн 300 грамм, пионер бірінші сорт. Егер менің каналымдағы нандарды пісіретін болсаңыздар, барлығында тек қана пионер бірінші сорт қолданамын. Басқа ұннан нан жақсы шықпайды. Ұн араласып болдау дегенде қасықты алып тастап, қалғанын қолмен илейміз. Қамыр иленді. Қолымызды сулап, бетін кішкене басып, қақпағын жауып қоямыз. 10-15 минут өткен соң тағы да бір рет басамыз. 15 минут өтті. Қақпағын ашамыз. Қолымызды сулап, қамырды жақсылап басамыз. Қамырымызды бір басып алған соң, енді оны әр 10-15 минут сайын 3-4 рет обминка жасаймыз. Обминка дегеніміз қолымызды сулаймыз да қамырды алып созамыз жан жағынан. Өздеріңіз байқасаңыздар, бұл лизун тәріздес болады. Обминка қамырдың көтеріліп ашылуына, пышный болып, оны жеңіл болуына көмектеседі. Бұл менің соңғы обминкам, яғни 4-ші обминка. Бұдан кейін форма жасаймыз. Кисточканың көмегімен кирпич нанның формасына сұйықмайды жақсылап жан-жағына жағып шығамыз. Қолымызды сулап, қамырды ыдыстан алып, өзінің формасының ішіне саламыз. Қамырды байқасаңыздар, өте воздушный, ішінде ауа тола, жеңіл болып шығады. Енді кез келген салафан немесе пакет алып бетіне жауып, қамырды қойып қоясыздар. Ол көтерілгенге дейін күтесіздер. Уақыт өте қараймыз. Қамыр жақсы көтерілді. Енді оны пісіреміз. 250 градуста піскенге дейін. Формада беті қызарып піскенше қоямын. Кейін формадан шығарып, тағы 10-15 минутқа қалдырамын. Сол сәтте нанның барлық беті қып-қызыл болып таза піседі. Дүкен сөресіндегі буханка наннан айырмашылығы, бұл нан тойымды, қоқым түспейді, әрі дрожсыз болып шығады. Нанның сырты сықырлақ, ал іші жұп-жұмсақ. Дәмі өте керемет. Менің балаларым шыдамай турап ыстық нанмен шай ішіп кетті. Сіздер де пісіріп көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.